қазір бір жат ағымдар шыққан. Тек қана Құранды мойындаймыз, хадисті, сүннетті мойындамаймыз деген сондай бір жат ағымдар шыққан. Намазды бастай алмай жатырмын дейді, келе алмай жатырмын дейді. Әртүрлі себептер болуы мүмкін. Қиналамын дейді, болмаса жалпы 5 уақыт намазды бастауға бастай алмай жатырмын дейді да. Ондай кісілерге өзіңіз қандай бір кеңесіңіз бар? Егер нақты шешім қабылдасаң, Аллаға тәуекел ет деген аят бар. Сол үшін де нақты намаз оқу керек екендігі, намаздың маңыздылығын түсіндің бе, болды, Аллаға тәуекел ет, бастау керек. Намазды бастап, кейін тастап кету, немесе бір оқып бір оқымай жүру, яғни бейберекет қылып оқу деп айтты ғой. Осының күнәсі намазды мүлде бастамағаннан да ауыр дейді да. Яғни бастап тастап кеткен, бастамай тастаған. Осындай мағына. Былай жауап берсең басқаша мағына шығады, былай жауап берсең басқаша мағына шығады. Мысалы, кейбіреулерде бүйтіп сұрайды: темекі шексем дәрет бұзыла ма деп сұрайды ше. Жалпы түтін жұтсаң дәрет бұза ма? Негіз бұзбайды. Бірақ сен оған дәрет бұзбайды деп айтсаң, ол не түсінеді? Болады екен. Темекі шеге беруге болады деп түсінеді ше. Намаз оқығысы келеді, бірақ оқи алмай жатыр да. Субханалла. Бұл не себепті? Бұл жаңағы жүректі былайша айтқанда тыңдамау. Жүректі, иманы бар жүрек өйткені намазға шақырады. Иманы бар жүрек адамды намазға шақырады. Күнә істелген кезде жазаның берілмеуі бірден, артынша жазаның келмеуі адамды алдап қояды. Ол кісілер күніне 10 салауат айтуы мүмкін екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтады екен күніне. Яки бір кісілер 5 уақыт оқымайды, бірақ тахаджуд намазын оқиды, түнгі намазды. Ұйқысынан тұрып, яғни дәретін алып түнгі намаз оқиды, бірақ күндізгі жалпы 5 уақыт намаз оқымайды екен. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Көргеніме қуаныштымыз. Арнамызға қош келдіңіз. Рисале атты жобамызда бүгін кезекті подкаст. Бұл подкастта да маңызды, жалпы мұсылман жұртшылығына маңызды болған тақырыптарды, сұрақтарды талдаймыз деп ойлаймыз. Әуелгісі, яғни біздің бүгінгі негізгі тақырыбымыз намаз турасында, намаз жайлы болмақ. Сол себепті осы подкастта соңына дейін көріңіздер. Өздеріңізге көп пайдалар сіздерден үміттеміз. Көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтарды бәлкім сіз осы подкасттан табарсыз жауаптарын, яғни. Бастамас бұрын айта кететін маңызды жайт, біз байқағанымыздай, бұдан алдыңғы подкастымызға көрген кісілердің көпшілігі арнамызға тіркелмеген екен. Осы бір нәрсені бәріміз атсалысып, жобамыздың дамуына түзеп тіркеліп кетсеңіздер, астындағы тіркелу батырмасын басып. Олай болса, подкастқа көшейік. Біздің негізгі спикеріміз, әдеттегідей біздің тұрақты қонағымыз, жалпы Рисале жобамыздың негізгі сарапшы маманы ұстаз Уәлихан Сүлейменұлы. Ассаламу алейкум, ұстаз. Алейкум салам. Көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы ұстаз жайында Нұр Мүбарак университетінің түлегі, және де Түркиядағы Стамбул қаласындағы Абу Ханифа медресесінің түлегі болып табылады. Жалпы ұстаз, осы намаз турасында бүгін сөз қозғайық. Әуелгі сізге сұрағымыз, жалпы намаз дегеніміз не? Оның исламдағы орны туралы өзіңіз айта кетсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин. Енді жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, исламның 5 тірекке негізделгендігі. Соның ең алғашқысы иман болса, содан кейінгі тірегі бұл намаз болып есептелінеді. Яғни намаздың ислам дінінде орны өте жоғары болып есептелінеді. Енді намаздың мағыналары, әртүрлі мағыналар бар. Тілдік мағынасы. Енді бізде өз жалпы ғылымда, кез келген ғылымда бір терминнің тілдік мағынасы және терминдік мағынасы деген болады. Сол пәндегі мағынасы, сол ғылымдағы мағынасы деген болады. Енді намаздың да тура сондай тілдік мағынасы бар және терминдік мағынасы бар. Намаздың тілдік мағынасы көпшілік жаңағы білетіндей дұға деген мағынасы да бар. Енді тағы бір мағынасы бар. Кейбір ғалымдарымыз бұны да айтады. Бұл жаңағы бір нәрсенің артынша келу деген мағынасы да бар деп айтады. Бір нәрсенің артынша келу деген мағынасы да бар. Ол не десе, ол жаңағы иманнан кейін артынша намаз тұратындығын білдіреді дейді. Міне сол үшін де осы сөзден алынған дейді намаз деген. Яғни сала деген сөз ғой. Намаз деген негізінде біз енді сала деген араб тіліндегі соны айтып жатырмыз. Бірақ намаз деген сөз негізінде сол парсы тілінен келген сөздік есептелінеді. Жалпы намаз шариғатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі айтқандай, Аллаху акбар деген жаңа такбирмен басталып, ассаламу алейкум деп екі жаққа сәлем берумен сонымен аяқталатын арнайы ғибадат болып есептелінеді. Енді намаздың парыз бұл намаз, әлбетте, оған ешқандай талас жоқ.
Бұның парыз болуы қашан парыз болған десе, Меккеде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде кезде Исра оқиғасы болады. Міне Исра оқиғасында Алла субхана тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сол үмметіне, жалпы мұсылмандарға 5 уақыт намазды міндет қылады, парыз қылады. Иә. Енді кейбіреулер қазір бір жат ағымдар шыққан. Тек қана Құранды мойындаймыз, хадисті, сүннетті мойындамаймыз деген сондай бір жат ағымдар шыққан. Осы ағымдар Құранда жаңа 5 уақыт деп айтылмаған деген сияқты кейбір пікірлерді айтады. Жоқ, бізде шариғатымызда Құранда негізі айтылған ишараттар бар, оған белгі, соған сілтейтін сөздер бар. Таңда Алланы еске алыңдар, кешке Алланы еске алыңдар деген мағынадағы сондай жаңа сөздер бар. Бұның бәрі сол намаздың уақыттарын білдіреді негізінде. Және бізде шариғатта тағы негізгі қайнар көз болып есептелінетін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөздері, хадистер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям міне осы жаңа Исра оқиғасынан кейін 5 уақыт намазды ешқашан тастамаған. Бұл былайша айтқан кезде бізге мутаватир жоқ. Мутаватир деген 10 мыңдаған, 100 мыңдаған адамдардан ешқандай талассыз жеткен. 100 мыңдаған адамдардан ешқандай талассыз, 10 мыңдаған сондай адамдардан талассыз жеткен. Нақты бекіген. Бұған күмән келтіруге болмайды. Ал бұған күмән келтіріп, мұсылмандардың арасында осындай бір жағымсыз пікірлерді тарап жатқандар, олар жаңағы жат ислам ақидасына, ислам бағытына, дұрыс ислам бағытына жат ағымдар болып есептелінеді, бағыттар болып есептелінеді. Ондайдан сақтану керек, ондайдан абай болу керек. Иә, бізде шариғаттағы намаздың орны былайша айтқан кезде діннің негізгі тіректерінің бірі. Сол үшін де кейбір жаңағы ғалымдарымыз жаңағы намаз болмаса адамның діні де болмайды деген сияқты сөздер айтады. Бұл жерде діні болмайды деген мағынасы, яғни діндар болып есептелмейді. Мысалы, ол өте көптеген нәрсе жасаса да, бірақ та намаз болмаса, оны діндар деп айту қиын. Иә. Жақсы сөз. Қысқаша осы. Жалпы иә, өзіңіз айтқандай, шынымен қалай деп айтады, Құраниттер дей ма, яғни тек қана Құран. Иә, сондай бір бағыттарда шыққан қазір. Хадисті мойындамаймыз деген сияқты. Иә. Иә, сондай десіп жатамыз. Құранда мысалға 5 емес 3 рет айтылған деген секілді де әңгімелерді айтып жатады кей кісілер. Иә, ол бәрі қате болып есептелінеді. Жалпы осы жерден ұстаз осыдан шығатын бір сұрақ, жалпы енді мына жағы түсінікті, жалпы намазды мойындау мәселесіне қатысты түсінікті. Ал кей кісілер бүйтіп айтады, намазды мойындамаса адам діннен шығып кетеді деп айтып жатады да. Бұған қатысты қалай? Яғни намаз мойындамаса емес, намаз оқымаса, яғни намаз оқымаса адам кәпір болады деген сияқты әңгіме. Иә, намазды мойындамау бөлек тақырып, намаз оқымау бөлек тақырып. Намазды мойындамау бұл әлбетте Құрандағы анық айтылған ақимус сола, намаз оқыңдар деген аят өте көп. Міне осыған қарсы шыққандығы үшін, иә, жаңа сен өзің айтқандай, діннен шығып қалу қаупі әлбетте өте жоғары, немесе сондай деп айтады ғалымдарымыз. Бұл мойындамаса. Бірақ намазды парыз екендігін мойындап, бірақ та нәпсіге беріліп, жалқаулыққа салынып, немесе білімсіздік, немесе иманның әлсіздігі, осындай әртүрлі себептер бар. Осындай себептермен намаз оқи алмай жүрсе, ол кезде ондай адам күнәһар мұсылман адам болып есептелінеді. Иман келтірген болса, иманның ашхаду ан ла иляха иллаллах ва анна Мұхаммад расулуллах деген сияқты жаңа иманның шарттары бар, соларды бәрін мойындаған болатын болса, бірақ та жалқаулықпен немесе нәпсіге беріліп намаз оқымай жүрген болса, ол кезде ол күнәһар мұсылман болып есептелінеді. Әлбетте бұның күнәсі ауыр күнәлардың бірі. Негізінде бізде үлкен күнәлар деген кітаптар да бар. Жалпы шариғатта сондай нәрселер бар. Мыналар үлкен күнә екен, мынау үлкен күнә екен деп айтып жатады. Міне осы үлкен күнәлар дегеннің ішіндегі осы намаз оқымау да үлкен күнә болып есептелінеді. Бұл да яғни кіші күнә емес, үлкен күнә болып есептелінеді. Бұдан сақтану керек, яғни намаз оқу керек. Былайша айтқан кезде сақтану деген қалай сақтанасың? Күнәден сақтану кейде бірдеңені істемеу болады. Мысалға арақ үлкен күнә болды. Бұны сақтану, бұл күнәден сақтану, бұны істемеу, яғни арақ ішпеу. Ал намаз оқымау бұл күнә. Бұдан сақтану қалай болады? Оқумен болады енді намазды. Осындай нәрселер болып есептелінеді. Керісінше істеумен болып есептелінеді. Жақсы, енді осы жерден жаңағы бүгінгі күніміздегі көп айтылатын, көп ұстаздарға қойылатын сұрақтардың бірі, көп кісілер негізі сіз айтқандай жаңағыдай намазды түсінеді, парыз, яғни маңызды нәрсе екендігін ұғынады. Бірақ айтып жатады,
намазды бастай алмай жатырмын дейді, келе алмай жатырмын дейді. Әртүрлі себептер болуы мүмкін. Қиналамын дейді, болмаса жалпы 5 уақыт намазды бастауға бастай алмай жатырмын дейді да. Ондай кісілерге өзіңіздің қандай бір кеңесіңіз бар? Енді бұған әртүрлі себеп болуы мүмкін. Бірақ та бізде қазіргі байқағаным қоғамда мынандай нәрсе бар. Ұзақ уақыт екі ойлы болып жүре беру деген нәрсе бар. Ұзақ уақыт. Мысалы қарапайым бір магазин ашамын десе де ашсам ба ашпасам ба деп жаңағы екі ойлы болып 1 жыл 2 жыл өтіп кетеді да. Бизнес бастасам. Иә, бизнес бастасам ба бастамасам ба деп жаңағы кімде Тұрсынбекте айтады ғой, жаңағы бірдеңе істеу керек еді деп 50-ге келдік дегенше 40-қа келдік деген сияқты бірдеңе істеу керек еді деп. Тура сол сияқты осы нәрсе бар. Намазға да қатысты осындай нәрсе бар адамдарда ше. Оқысам ба оқу керек еді, оқу керек еді, оқу керек еді деп жүре беретіні бар, субханалла. Алла субхана тағала Құран кәрімде бұған қатысты егер нақты шешім қабылдасаң, Аллаға тәуекел ет деген аят бар. Иә, сол үшін де нақты намаз оқу керек екендігі, намаздың маңыздылығын түсіндің бе, болды, Аллаға тәуекел етіп бастау керек. Ол екі ойлы болып жүрсең, ол жүре береді. Иә, субханалла. Жаңағы хадистерде де келеді ғой. Тасуиф, яғни кейінге қалдыра беру, сендерді алдап қоймасын. Как будто ертең бір 1-2 жылдан кейін иманың күшейіп, бәрі күшті болып кететін сияқты. Сезінеді, адам солай өзін ойлайды. Сол 1-2 жылды күтіп жүреді. Сол 1-2 жылы келмейді ол. 1-2 жыл 15 жылға созылуы мүмкін, 20 жылға созылуы мүмкін. Осылай кете беруі мүмкін. Өйтіп айтқан кезде ажалда сұрап өтпейді. Сен дайынсың ба, дайын емессің ба, дайындалып боласың ау деген сияқты сұрап өтпейді. Сондықтан да бұл жердегі мәселе сол жаңағы тәуекел қылу керек. Тәуекел қылу керек. Құдай қаласа Аллах тағала жеңілдетеді негізі. Осы сұраққа мынандай бір мәселе бар. Дәл осы намазды бастай алмай жүрген кісілердің арасында іште бір қорқыныш бар деп айтады. Яғни ол әртүрлі себептермен, мысалға намазды бастасам тастап қоямын деп қорқады. Яғни болмаса бір жалпы қоғамда енді әртүрлі әңгімелер бар ғой, солардың ең жиі естілетін әңгімесі, мен өзімнің естіген әңгімем, ол бүйтіп айтып жатады: намазды бастап кейін тастап кету, немесе бір оқып бір оқымай жүру, яғни бейберекет қылып оқу деп айтты да. Осының күнәсі намазды мүлде бастамағаннан да ауыр дейді да. Бастап тастап кеткен, бастамай тастағанын. Иә, осындай маған. әртүрлі сұрақ бар да қоғамда. Кейде кейбір сұрақтар бар. Субханалла. Былай жауап берсең басқаша мағына шығады, былай жауап берсең басқаша мағына шығады да. Мысалы кейбіреулерде бүйтіп сұрайды: темекі шексем дәрет бұзыла ма деп сұрайды ше. Темекі шексем. Негізі ислам фиқ қағидасы бойынша, шариғат қағида, дәретке қатысты фиқ кітап қағидалары бойынша іштен шыққан нәрсе дәретті бұзады да. Іштен шыққан нәрсе бұзады дәретті. Ішке кірген нәрсе дәрет бұзбайды. Мысалы су ішсең, тамақ жесең дәрет бұзбайды. Дәл сол сияқты түтін жұтсаң, енді түтін бір харам нәрсе емес қой негізінде. Былай мысалы кетіп бараттың, магазиннен түтін шығып тұр деген сияқты жұттың. Мен темекіні айтып отқаным, жалпы түтін. Темекіде де ол жерде түтін бар ғой, дұрыс па? Жалпы түтін жұтсаң дәрет бұза ма? Негіз бұзбайды. Бірақ сен оған дәрет бұзбайды деп айтсаң, ол не түсінеді? Болады екен. Темекі шеге беруге болады деп түсінеді ше. Ол әңгіме дәрет жайында, бірақ ол басқаша түсінеді. Яғни темекі шеге беруге болады екен деп түсінеді. Дәл сол сияқты бізге де сұрақтар келеді. Мысалға, тек таң намазын оқып жүре берсем бола ма деп. Егер оған болмайды деп айтсаң, болмайды деп айта алмайсың. Неге? Өйткені күнде таң намазын оқыса, яғни былайша айтқан кезде періштелер жазып қояды. Не деп жазып қояды? Таң намазын оқыды деп, бір намаз мойнынан түсті деп, күнде таң намазы оның мойнынан түсіп отырады. Бірақ иә болады, таң намазын оқи берсең болады десең, яғни ол қалай түсінеді? 5 уақытты бір намазға жиып жіберуге, соның ішіне бәрін кіргізіп жіберуге болады екен деп түсінеді. Субханалла. Сол үшін де осындай дүниелер бар. Жаңағы сұрақта осыған ұқсас дүние. Яғни намаз бастасам тастап кететін сияқтымын, қорқыныш бар десең, мысалы, бассаң бастай бер, кейін тастасаң тастайсың да деп айта алмайсың да. Олай да айта алмайсың. Онда бастама. Қашан уверен болған кезде бастайсың деп те айта алмайсың. Субханалла. Сол үшін де бұған жаңағы намаз бір қорқатын нәрсе емес, бір шошитын нәрсе емес. Бұл негізінде қорқынышты бір нәрсе емес. Бұл негізінде, субханалла, менің өзім ойымша, жаңағы азғырушы шайтанның
несі бір оған ой тастауы и оны күнәні қалаушы нәпсі қолдап кеткен. Азғырушы шайтан оған ой салады. Күнәні қалап тұрған нәпсі сол ойды не қылады? Жабысып ұстап, соны қолдайды. Былайша айтқан кезде сол нәпсі мен шайтан екеуі не қылып қалады? Оны қолдап тұрады. Яғни қолдап тұрады дегенде шайтан ойсап тұрады, нәпсі соны қолпаштап, осы ең дұрыс ой сияқты қылып шығарады. Яғни как будто ең дұрыс шешім осы сияқты. Намаз собой оқымай ақ қоя салған. Ең дұрыс шешім сияқты қарайды. Бұл негізі қате пікір. Өте қате пікір. Неге? Себебі Аллах субхана тағала Құран кәрімде негізінде дейді, кейде Аллах тағала адам мен оның жүрегінің арасын бөліп қояды дейді. Адамның өзі мен оның жүрегінің арасы бөлініп қалады дейді. Бұл жерде жүрек дегенді кейбіреулер ақыл деп түсіндіреді. Мысалы, Мужахид деген ғалым бұл тәфсірінде ақыл деп түсіндіреді. Адамның өзі мен ақылы, немесе өзі мен жүрегі деп айтайықшы, бөлініп қалады. Ол қалай деген мағына былай дейді. Мысалы, адам бір нәрсені қалайды, жүрегі қалайды. Жүрегі соны қалайды, бірақ адам оны істей алмайды. Дәл сол сияқты мысалға жаңағы намаз оқығысы келеді, бірақ оқи алмай жатыр да. Субханалла. Бұл не себепті? Бұл жаңағы жүректі былайша айтқанда тыңдамау. Жүректі, иманы бар жүрек өйткені намазға шақырады. Иманы бар жүрек адамды намазға шақырады. Намаз дұрыс екендігін айтады. Кейін тағы бір нәрсе, бұл жерде айтатын нәрсе, бұл қиял ше. Қиял, жай ғана қиял. Бастасам тастап қоятын сияқтымын деген қиял бұл. Бұл да шайтанның өтірік қиялға адамды салуы. Әлі мысалға біздер өмірде көп тәуекелдер жасаймыз. Өмірде көп тәуекелдер. Мысалы, қарапайым қазір қоғамда өте белең алып кеткен нәрселердің бірі кредит мәселесінде де. Мысалға төлей алмай қалу мүмкін деген ой тұрады да негізінде. Мысалы, ай сайын мынаншадан төлеп тұрамын деген ой болады ғой, бірақ жұмыстан шығып кетсем төлей алмай қалам ғой дегенде ой болады негізі. Бірақ та сол ойға қарамай бәрібір адамдар кредит алып жатыр. Не деген адам көп кредит алған, дұрыс па? Дәл сол сияқты енді адам егер шынымен қаласа істейді. Менің ойымша бұл жаңағы шайтан және нәпсінің оны азғыруы. Бұл соған алданып қалған, соған азғырған, алданып қалған. Негізінде адамдар көп алданып қалады ше. Мынау күнә істелген кезде жазаның берілмеуі, бірден артынша жазаның келмеуі адамды алдап қояды. Мысалы, намаз оқымай жүрген адам мен намаз оқып жүрген адам екеуі де былайша айтқан кезде жағдайын қарасаң, былай дүниелік жағдайын қарасаң, мынаның да үй машинасы бар, мынаның да үй машинасы бар. Нормально, екеуі бірдей сияқты да. Бірдей өмір сүріп жатқан сияқты. Демек, намаз оқымай жатқан адам бұны қалай түсінеді? Ешқандай проблема жоқ екен ғой деп түсінеді. Яғни намаз оқымасаң да осы өмір, намаз оқысаң да осы өмір деп осылай түсінеді. Ол сырттай қарағанда сондай болуы мүмкін, бірақ ақыретте басқаша болады да. Ақыретте есеп деген нәрсе бар, қабірдегі есеп деген нәрсе бар. Ол жерде бірдей болмайды. Ол кезде басқаша болады. Сондықтан да осы дүниелік шеңберден шыға алмау және қайтадан сол неге қайтамыз? Нәпсінің қалауларын тастай алмау. Негізінде кейбіреулердің намазға келе алмауының тағы бір себептерінің бірі күнәні тастауды қаламайды. Қимайды. Намаз оқитын болса, күнәні жасай алмай қалатын түсінеді дағыны. Намаз оқымай ақ қояйын, одан да әзірше күнәні жасап алайын деген сияқты. Субханалла, бұл өте үлкен қате. Өйткені өлім айтып келмейді. Сол күнәнің үстінде өлім келіп қалуы да мүмкін. Бұл өте қауіпті. Сондықтан тәубе қылу керек қой. Ал жаңағыдай түсінік, демек шариғатта ондай нәрсе жоқ. Яғни намазды бастамай жүре берген жақсырақ, бастап тастап. Намазды бастамай жүре беру деген бұл өте үлкен күнә. Мынандай нәрсе да. Намазды бастамай жүру күнәсі төмен, бастап кейін тастап кеткен күнәсі жоғары деу қате. Бұл наоборот керісінше былай айтуға болады да. Намаз бастап тастап кеткен адамның намаз дәптерінде, яғни періштелер жазатын намаз дәптерінде оны бір-екі қатар болсын бар да ода. Бір-екі ай болсын, бір-екі қатар бар ода. Мынау пәлен намазды оқыған деген бір-екі қатар немесе бір-екі айлық нәрсе жазылған. Яғни былайша айтқанда оның дәптері ашылып шимақталған.
ішіне жазылған бір нәрселер. Ал мүлде бастамаған адам солай кетіп қалатын болса, мысалы бір адам 1-2 ай оқып тастап кетіп, солай дүниеден өтіп кетті кейін мысалы. А мына адам мүлде бастамай дүниеден өтіп кетті. Енді екеуінің дәптерлері қалай болады? Мынаныкінде 1-2 ай болсын шимақталған бір нәрсе болады. Ал мынаныкінде ештеңе болмайды да. Оны біз кәдімгі мектепте де сондай болатын еді ғой. Үй жұмысын орындап келген кезде әйтеуір бірдеңе қылып қате болсын орындап келсең, апайың саған жақсы қарайды, енді шамасы келгенше көріпті ғой деп ше. Мүлде ашылмаған дәптерлер бірден біледі ғой. Сен мүлде ашпағансың ғой сен деп, жаңағы сумканы тастаған бойы сол жерден алып кеткенсің ғой таңертең деген сияқты. Субханалла. Сол үшін де бұған мән беру керек. Бұл екеуі мысалы тастап кеткен кейін ол вообще ауыр күнә екен деген ондай жоқ. Намазды оқымау күнә. Яғни сен дәл қазір оқымай жатсың, бұл да кейін тастап кету деген сен оқымай қою. Ол да екеуі былайша айтқанда бірдей күнә, оның ешқандай біреу мынадан жоғары, мынау мынадан төмен емес. Екеуі де бірдей күнә, оның ешқандай. Сондықтан да оқу керек жалпы. Иә. Бірақ бұл білдірмейді жаңағыдай 1-2 ай болсын тастап кете бер дегенді де білдірмейді. Бұл әлбетте жаңағындай ғой. Бұл андай сұрақ емес. Бұдан мына нәрсені түсінуге болады деп. 1-2 ай оқып тастап кетсем болады екен, күшті болады екен, әйтеуір кейін дәптерімде бірдеңе тұрады екен деп ондайда шешім шығаруға болмайды. Бұл баста сол үшін айттым. Бұл жаңағы темекі шексем дәрет бұзыла ма деген сияқты сұраққа ұқсайды деп. Олай түсініп қалуға болмайды. Намаз тұрақты оқылу керек. Өйткені бізге күніне 5 уақыт парыз етілді. Бұл жерде сіздің айтқаныңыз қорқыныш мәселесі, тастап кетемін бе деген. Бұл қиял, шайтан оған сондай алдамшы қорқыныш бұл. Негізінде егер шынымен Құдайдан қорқса, яғни намаз тастап кетуден қорқам, намаз тастап кеткеннің күнәсінен қорқам деп ол осы қорқуы, яғни бұл Құдайдан қорқам деп жатса, осы қорқуы шынайы болса, ол қазір бастайтын еді ше. Ол әлі жүзеге аспаған нәрседен қорқып жатыр да. Жүзеге аспаған, әлі бастаған да жоқ, тастаған да жоқ та, ол жүзеге аспаған нәрседен қорқып жатыр. Ал сен бүгін оқымадың, осыдан қорқу керексің да сен. Жүзеге асып жатыр ол, қазір момент асып жатыр. Осыдан қорқу керек. Егер шынайы Алладан қорқу болғанда бастайтын ең. Демек сенікі шынайы қорқу емес, сенікі не болып есептелінеді? Ондай айтқан адамдікі алдану, иә, жаңағы нәпсіге алдану. Ол сондай болып есептелінеді ол. Иә. Жақсы. Енді мына сұраққа көшейік, ұстаз. Кей кісілер намаз оқымайды, 5 уақыт намаз оқымайды. Бірақ мынандай іс-әрекеттер жасайды екен. Ол кісілер күніне 10 мың салауат айтуы мүмкін екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтады екен күніне. Яки бір кісілер 5 уақыт оқымайды, бірақ тахаджуд намазын оқиды, түнгі намазды. Ұйқысынан тұрып, дәретін алып түнгі намаз оқиды, бірақ күндізгі жалпы 5 уақыт намаз оқымайды екен. Яғни сонда бұдан сұрақ туындайды да, жаңағы айтып жатқан 10 мың салауат, тахаджуд бір намаз, қалған 5 уақыт намаз сонда басып кете ма қияметте, орнына жүріп кете бере ма деген сияқты. Орнына жүрмейді, бірден айтайық. 10 мың салауат айтсын, басқа қанша мың салауат айтсын, ол бір таң намазының орнын, мысалы айтайық, таң намазының парызын, оның орнын жауып бере алмайды. Оны жауып кете алмайды. Яғни енді біреу айтуы мүмкін, енді сен Құдай емессің, жаңағы Құдайдың жәннаты, Құдайдың мейірімі ол кең ғой деген сияқты айтуы мүмкін. Иә, мен оған ондайға таласым жоқ. Оған ешқандай таласым жоқ. Құдайдың мейірімді екендігі, жәннат, тозақ, Құдайдікі, қалаған кіргізеді, қалаған, оған ешқандай таласым жоқ. Бірақ біз немен айтамыз? Фиқи қағидалармен айтамыз. Шарғи қағидалармен айтамыз. Құран сүннеттен шығарған ғой енді ғалымдар. Сол қағидалармен айтамыз. Ол қағида бойынша парыздың орнын нәпіл жаппайды. Салауат айту да, түнгі намаз, тахаджуд намаз, ол нәпіл. Ол да нәпіл. Қосымша, яғни салауат жалпы адам өмірінде бір рет айту уәжіп болып есептелінеді. Және естіген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам атын естіген кезде, салауат айту сүннет пе уәжіп пе деген, яғни мұстахаб па уәжіп па деген талас бар. Жарайды, мақұл. Ол жерде де уәжіп дейтін болсақ, мысалы егер. Бірақ кейбір ғалымдарымыз мұстахаб дейді ол. Жарайды, мақұл. О талас. Бірақ та өзіңнен өзің салауат айту бұл нәпіл. Нәпіл ғибадат, нәпіл құлшылық. Міндетті емес болған нәпіл құлшылықтар. Дәл сол сияқты тахаджудте. Бұл да нәпіл құлшылық. Бұл нәпіл құлшылық бізде үлкен қағида. Нәпіл парыздың орнын жаппайды. Парыздың орнын жабатын қандай нәпілдер бар? Ол парызды орындағаннан кейін істелінген нәпілдер.
парызды орындағаннан кейін істелген. Бізде мына нәрсені түсіну керек та. Біздер уағыздардан, нелерден естеміз да. Бір адам 10 мың салауат айтып, күніне 100 мың салауат айтып, мынандай деңгейге жетіпті. Мынандай бір әулиелік бірдеңе көріпті, бірдеңе істепті деген сияқты нәрсені естеміз. Ағайындар, бұның барлығы парыз намазды орындап болғаннан кейін болған нәрселер. Бұның бәрі парыз намазды орындап болғаннан кейін. Өйткені бұған дәлел хадис бар. Хадис құдсиде Алла субхана тағала бұны ғалымдарымыз әулиелерге арналған хадис деп айтады. Яғни әулиелік деңгейге қалай жетуді баяндайтын хадис деп айтады. Мә. Бұл хадис құдси. Бұл жерде Алла субхана тағала былай деп айтады. Маған дейді, мен дейді, ең жақсы көрген нәрсем дейді, бұл жаңа парыздар дейді. Сол парыздардан кейін дейді, нәпілмен құлым маған жақындайды дейді. Нәпілмен кейін, парыздан кейін нәпілмен құлым маған жақындайды дейді. Одан кейін жаңағы ары қарай, енді бұл ауыспалмағаны, бұл жерде мен оның көретін көзі боламын, еститін құлағы боламын деген сияқты нәрсе айтады. Кім оған оған зиян берсе, мен оған соғыс ашамын деп Алла субхана тағала айтады. Бұл жалпы сол жаңағы. Демек, біз кітаптардан оқитын, уағыздардан еститін, жаңағы әулиелік деңгейге 10 мың салауат айтып жеткендер, олар нелер, кімдер? Парызды кемел деңгейде, парызды әдемі қылып орындап болып, нәпілді қосымша орындағандар. Мен оны не қылмаймын? Салауатқа қарсы емеспін, түнгі намазға қарсы емеспін. Бисмилля, істей беріңіз, орындай беріңіз. Бірақ жаңа сен айтқан сұрақ, орнын басама баспайды. Орнын басама баспайды. Субханалла, 5 уақыт намаздың орны бөлек болып есептелінеді. Сол үшін де бұндай адамдар намаз оқымай, 5 уақыт намаз оқымай, салауат айтын емес, тахажжуд оқып, бір жолы жүріп кетіп жатса, егер мысалға бірдеңе болып кетіп жатса, бір жолы жүріп немесе бір ғажап бір түстер көріп жатса, ол кезде абайласын. Ол кезде абайлау керек. Бұл уже алдануға қарай кетіп баратыр. Өйткені 5 уақыт намазды оқымай бұндай деңгейге бұндай әулиелік бірдеңелерге жетпейді адам негізінде. Бірақ ода не болып жатыр? Истидраж болуы мүмкін. Яғни бұл алдап қоюы мүмкін. Бұл шайтан емес, сондай бір алдану болуы мүмкін. Субханалла. Сол үшін де 5 уақыт намазсыз ондайға жете алмайды. Намазсыз ондайға ешкім жете алмайды. Сондықтан да бұл абайлау керек. Бұндайлар сақтану керек. Енді бізде бар енді сондайлар, яғни дұрыс уағыздар айтылады. Оның бәрі жаңағы парыз намаз орындап болған адамдарға айтылған нәрсе ғой негізінде. Қосымша осын істеп жүрсін, құр жүрмей деп айтылған нәрселер. Оны жаңа намаз оқымайтындар естеді. Осындай енді интернет бәрін ашық қой. Сөйтті, мощный екен ғой деп, жаңа бізде бәрі ақылды ғой, енді есептеп қалған. Бәрі бизнесмен жаңа сөйтіп есептеп, мысалы бір салауатқа 10 салауат дейді. Мысалы сен бір салауат айтсаң, Алла саған 10 салауат айтады. 10 салауаттың мағынасы не десе, Алланың 10 мейірімі немесе Алланың 10 кешірімі дейді. Сауап, былайша айтқанда, сауабы, 10 сауабы. Осыны есептейді де енді. Сөйтіп 27 есе сауап деген намаздың жағын есептеп, короче, в общем, шығарады ғой. Не керек? Салауат күшті сияқты болып шығады. Бұл өте қате. Мысалға, мен бірдеңе айтайын. Мысал ретінде айтайын да. Бір мекемеге жұмысқа кірейін деп алсын. Бір мекемеге жұмысқа кірейін. Сөйтіп өтініш жазу керек та. Яғни бланкын толтыру керек. Сөйтіп үлгі берді саған. Тура осы үлгідегі толтыр деді. Нерге атыңды жазасын, нерге адрес жазасын, мына жерге мынаны, 5-ақ нәрсені жазасын деді. Осы 5 нәрсені жазасын, болды деді. Тура үлгідегідей. Жақсы, орындары бар өзінің. Сөйтіп алдың сен. Енді тура сол үлгідегідей жазып берсең, кейін сен өтінішің қаралып, сен жұмысқа не қылың, кіруің мүмкінсің. Бірақ сен сол жерде ақындығын ұстады ғой. Жарықтық. Ақын адамсың да сен. Келді бір ақындық, өнерің бар да енді. Шығармашылығың ашылып кетті. Жаңағы бланкінің жан-жағын бәрін толтырып, мына жағын толтырып, арқасына жазып, бір хикая ма, дастан ба, бір өлең, жыр ма, директорға арнап жазып жібердің. Мүмкін мен өтіп кетеді жаным деген сияқты. Мысалы бір суға ма, бір мекемеге кірейін деп жатсың ғой енді. Қарайды бұлар. Енді үлгі бойынша толтырып, өлең, жыр арналғасын да, мысалы сен бланкың аты жөнің жоқ, басқа жоқ. 5 негізгі нәрсе. 5 негізгі нәрсе жоқ. Қаяқта оқығаның жоқ. Не істейді оны бланк? Не керек ол бланка? Субханалла. Енді бұл бір салауатқа немесе түнгі намазға құрметсіздік емес. Мен түсіндіру үшін айтып жатырмын тек қана. Субханалла. Сол үшін де біз шариғат көрсеткен үлгі бойынша жүрсек,
сол дұрыс. Енді қара, шариғат бойынша жаңа сен бланкін толтырдың. 5 негізгі нәрсені жаздың, жұмысқа кірдің. Жұмысқа кіргеннен кейін барып, бір мейрамдарда өзің бір тәуелсіздікте ма, бір шабытың келіп, бір өлең шығардың. Міне, бәрі біздің мынау пәленше жұмысшымыз ақындығы бар екен деп айтады, дұрыс па? Әр нәрсенің өзінің орны бар да. Үлгіге қарап жаз деген жерде тыңдап, үлгіге қарап жазу керек. Өлең шығаратын өз уақыты болады. Жаңағы ақындығың болса да, өзінің орны да, әр нәрсенің өзінің орны бар. Дәл сол сияқты 5 уақыт намазының орны бар өзінің. Субханалла. Салауаттың өзінің орны бар. Тахаджудтың өзінің орны бар. Ей Алла, Алла амандық Алла берсін. разы болсын. Жалпы осы жерден сіз айттыңыз жаңа шариғат реттеп береді, шариғат түсіндіріп береді. Осы шариғатқа қатысты бір қысқаша айта кетейінші, маңызды секілді да негізінде. Өйткені шариғаттың негізі көп адамдар орнын түсіне бермейді. Яғни шариғат 5 уақыт маңыздырақ салауаттан, тахаджудтан орнын баспайды деп айтып тұрса, кей адамдар ойлауы мүмкін, неге мен шариғатты, оны кім шығарыпты деген сияқты, шариғатты кім орнатты деп сөйтіп айтып жатады ше, мысалға, болмаса түсінбей жатады да, енді білместікпен, шариғат деген не ол деген сияқты. Мен салауат айтып тұр ғой жаңа, сауабын естідім ғой деген сияқты да, неге шариғатпен жүру керекпіз деген сияқты да. Осы туралы айта кетсеңіз, жалпы кімнен алып жатырмыз шариғатты, қалай не қыламыз деген сияқты. Жалпы шариғат бұл Алла субхана тағаланың пайғамбар арқылы Құран түсіріп жіберген заңдары деп айтсақ болады. Не үшін? Екі дүниенің бақытына жету үшін. Екі дүниенің бақытына жету үшін Алланың, біздің жаратушымыздың пайғамбары арқылы өзінің кітабында, Құранында баяндап жеткізген бізге заңдары, жолы деп айтуға болады. Міне осы шариғат болып есептелінеді. Пайғамбар арқылы түсіндірген. Пайғамбар арқылы түсіндірген, міне осы. Демек, міне осыдан кейін, демек бізде екі негізгі нәрсе қалыптасты. Мына айтқан анықтамамыздан екі негіз қалыптасты. Ол қандай? Бірінші Құран және екінші пайғамбар салам сөздері, яғни хадистері. Осы екі негізі қалды. Енді бұл Құран мен хадистерді бүкіл адам жаттап түсіне бермейді. Арнайы жоқ, барлық адам оқи алуы мүмкін. Мысалы, Құранды кез келген адам оқи алуы мүмкін. Бірақ терең одан бір фәтуа алу, үкім алу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Халал харам деген. Халал харам. Мына аятта мен мынаны түсініп жатырмын дей алу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өйткені уақыты да жоқ адамда. Мысалы, кейбіреулер бір базарда жұмыс істейді, кейбіреулер медицина саласында оқиды, басқа қылады, уақыты да болмауы мүмкін да. Сол кезде осы саламен арнайы айналысқан ғалымдар болған, өткен, мүжтәһидтер өткен, үлкен ғұламалар өткен. Олардың бір ауыздан келіскен пікірлері бар. Бұны ижмақ деп айтады. Бұны мысалы 5 уақыт намаз парыз екендігі бұл ижмақ та болып есептелінген. Барлығы бір ауыздан келіскен. Ешкім жоқ қашан. Одан кейін әр ғалымның өзінің мнениясы, пікірі болады. Мысалы, Абу Ханифаның пікірі мынандай, имам Шафиидің пікірі мынандай деген сияқты пікірлер болады. Бұны салыстыру, қияс арқылы шығарып жатады кейде. Демек бізде 4 негізгі нәрсе пайда болды. Бірінші Құран, екінші пайғамбар салам хадисі, үшінші ғалымдардың бір ауыздан келісуі, одан кейін жаңағындай үлкен деңгейге, Абу Ханифа сияқты сондай үлкен деңгейге жеткен ғалымдардың Құрандағы аяттарға бір нәрселерді салыстыра отыра үкім шығаруы. Аналогия. Осы аналогия жүргізіп үкім шығару. Осылардың барлығы негізі шариғат болып есептелінеді. Осылар шариғат болып есептелінеді. Бұнымен осыған сай болса, мынандай нәрсе бар. Бізге періште келіп айтпайды. Мысалы, сен намаз оқыдың, саған періште келіп, сен намазың қабыл болды, айналайын демейді. Сен дұрыс істедің. Сен дұрыс істедің деп айтпайды. Дұрыс па? Енді біз не істейміз енді? Қабыл болмаған, дұрысырағы қайсы деген қайдан білеміз? Осы Құран, хадис ғалымдардың айтқанымен білеміз. Міне ғалымдар Құран, хадистің бізге білдіріп жатқан нәрселері не? Бірінші 5 уақыт намаз, одан кейін салауат, тахаджуд деп жатыр. Түсіндің ме? Осылай, сол үшін айтып жатырмыз біз. Сол кезде критерийға сай келесің деп тұр. Иә. Хадис бар ғой. Пенде, мұсылман қияметте әуелі намаздан сұралады деген. Иә, хадис бар. Осы жалпы намаздың маңыздылығы турасында айтылған хадис қой енді. Енді кей кісілер ойлауы мүмкін да, неге намаздан сұраламыз деген сияқты, неге жақсы істерден емес, немесе біреулер көмектескеннен емес деген. Алғаш ең бірінші пенде қияметте сұралатын намаз деп. Мына нәрсені түсіну керек. Біз қайтадан ғалымдарға қайтамыз ғой енді. Өйткені кейде хадистердің сыртқы бейнесі бір-біріне қарамай шығады. Мысалы, бұл хадис сахих хадис. Ең бірінші намаздан сұраламыз деген сахих хадис.
Екінші бір сахих хадис бар, ол да дұрыс хадис, сахих муслимде келеді хадис. Ең бірінші есеп қан дауынан болады дейді. Қандай деген? Қан деген, яғни біреуді өлтіріп қойса, сол дау болады дейді. Енді шейх Мұхаммад Ауама, хафизахулла, алла ол кісінің өміріне береке берсін, үлкен ғалым кісі, қазір былайша айтқанда жер бетіндегі номер один мухаддис десек қате айтпаған боламыз. Шейхтарымыздың, ұстаздарымыздың ұстаздары болып келеді бұл кісі. Осы кісі өзінің кітабында бұны ашықтайды. Осы екі хадисті бір-біріне қарама қайшы емес па деген сияқты ашықтап айтады. Бұл жердегі мәселе мынандай дейді. Біздерде екі түрлі ақы болады. Бірінші Алланың ақысы болады, екінші адамның ақысы болады. Алланың ақысы болған нәрселерде ең бірінші намаз сұралады. Алланың ақысы болған ғибадаттарда ең бірінші намаз сұралады. Ораза Алланың ақысы деген сияқты енді жаңағы қажылық, сондай Алланың ақысы болған ғибадаттар бар. Күнә жасамау, Аллаға күнә жасамау, осы нәрсе мәселесінде бірінші намаз сұралады. Демек бұл Алланың ақысындағы нәрсе. Екінші, одан кейінгі нәрсе бар, не? Адамның ақысы деген бар. Адамның бір-бірімен жасаған ақылары бар. Бұл енді бұл жерде де сен айтқан жақсылық деген мәселе осы жақта. Адамдар бір-біріне жасаған жақсылықтары, бір-біріне жасаған немесе жамандықтары. Осы мәселе. Бұл мәселе бөлек. Бұл кезде бірінші сұралатын нәрсе не болады? Қандау болады. Одан кейін енді қандау жоқ па сенде, болды. Одан кейін жаңағы жақсылықтарың немесе жамандықтарың ары қарай сұралып кете береді. Қандау бар адамдарға ғой енді бұл. Қандауы жоқ болса, онда болды, ары қарай өзінің жақсылықтары нелері сұралып кете береді. Түсіндің ме? Бұл жерде намаз бірінші сұралады деген мағына, бұл Алланың ақысында. Яғни сен Алламен есептесейін деп жатсың да сен. Ол кезде бірінші намазың сұралады. Бұл мұсылманға қатысты. Алланың алдында тұрсын. Алла өзі міндет қылғандарды сұрайын деп жатыр сенен. Мен мынаны міндет қылдым, қаны орындадым ба деп сұрайын деп жатыр. Осы кезде бірінші намаз сұрайды. Бірінші намаз сұрайды. Ал пенделер өздерінің арасындағы болған мәселелер болса, оны егер қандау болса, сол қандауынан басталады, болмаса басқа істерінен басталып кете береді. Жақсылықтардан болсын, басқа болсын, істеп басталып кете береді. Демек, адам күнә істеу мәселесіне қатысты, яғни Аллаға қатысты, өз-өзіне зиян беру, яғни осы мәселелер, жаңа ораза, қажылық деген сияқты мәселенің ішінде ең әуелі намаздан сұрады. Ең әуелі намаздан сұрады. Намаз оқыдың ба деген. Намаз оқыдың ба деген мәселе ең бірінші тұрады. Қалғандар одан кейін жүреді. Жақсы сөз. Енді қазіргі жаңағы намаз оқушылардың, намазға келгісі келетін кісілердің проблемасын талқылап жатырсыз. Жаңа мәселені тағы да айтып кете салайық. Анау имам Ғазали рахимахуллахта жаңағы салауат, нәпіл, тахажжуд деген мәселеде. Имам Ғазали де бұны айтады. Ихя кітабында алданып қалу деген бап бар арнайы. Алданып қалу деген бап бар. Сол бапта арнайы келтіреді. Осы нәпіл ғибадаттарға беріліп кету дейді. Парыздарды шетке сырып қойып, нәпіл ғибадаттарға беріліп кету, бұл адамның алданып қалу дейді. Алданғанда нәпсіге, шайтанға алданып қалу дейді. Бұған жауап имам Ғазали жауап береді осылай. Осы жауап жеткілікті деп ойлаймын. Қосымша түсінікті. Жалпы енді жаңа айттыңыз ғой, намазға келгісі келетін адамдар жайында. Мынандай бір мәселе көп көтеріледі, яғни сұрақ ретінде қойылып жатады, көріп жатамыз әлеуметтік желіде, басқа жерлерде. Намаз оқиын десем, әркім де арқалайды, енді намаз оқиын десем, ол егер жас балалар мен қыздар болатын болса, әке-шешем қарсы дейді. Намаз оқиын десем, күйеуім қарсы деп әйелдер айтып жатады кейде. Намаз оқиын десем, жаңағыдай мысалы ата-енем қарсы дейді. Болмаса жалпылама мен жұмыс бастымын дейді. Жұмыстан намазға үлгермей жатырмын дейді. Оқи алмаймын дейді. Мысалы, осындай кісілерге қандай бір кеңесіңіз болады деген сияқты. Бұл жерде мәселе екі түрлі болады. Бірінші мәселе, егер ата-анасы ондай бар енді. Біздің оңтүстікте болмауы мүмкін, бірақ жалпы басқа жақтарда болуы мүмкін. Ата-анасы мысалы кейбір бір ұстазға сұрақ қойылады да. Жаңағы туалетте намаз оқысам бола ма деп сұрайды. Туалетте. Болған оқиға. Туалетте намаз оқысам бола ма деп сұрайды. Болған оқиға, Содан кейін ана кісі күледі, қалай туалетте не болды, тыныштық па деген сияқты. Содан кейін айтады, менің әке-шешем атеист дейді. Әйел кісі ғой енді. Атеист дейді. Жаңағы намаз оқуыма қарсы. Мен ислам дінін қабылдағам. Сол үшін менің жаңағы киімдерімді де, жаңағы орамалдарымды, жаңағы намаз оқитын кезде оранады ғой енді. Жалпы оранады ғой, соның бәрін жыртып тастаған дейді да.
бір екі киім алып қойдым, соны туалетке жасырып қойғам дейді. Соны кірген кезде сол жерде оқып алсам бола ма деп сұрайды. Міне осындай болса еді ата ана, қиын енді өте, алла амандық берсін. Ол кезде айтамыз, намазың тастама бәрібір қалай болмасын. Намазыңа бекем бол, Құдай қуат берсін деп солай не қыламыз. бұл шетелде болған оқиға. Бұл шетелде болған оқиға. Иә. Солай айтылады жалпы. Алла амандық берсін деп айтылады ол кісіге. Енді бірақ біздің қазіргі уақытқа келетін болсақ, біздің жағдайымызда негізінде көпшілік мұсылман ата ана негізі. Мұсылман ата ана нормальный мұсылман былайша айтқанда баласын намаз оқығанына қарсы болмау керек негізі. Бірақ енді надандық болуы мүмкін, түсініспестік, білместік болуы мүмкін. Міне сондай нәрселермен намазға кейде қарсы болып сөздер айтып қоюы да мүмкін. Ондай ата анаға тәубе қылыңыз деп айтамыз. Өйткені өзің жалқаулықпен намаз оқи алмау бөлек нәрсе. Балаң оқиын деп жатса, оқыма деп тастау өте жаман нәрсе ше бұл. Бұл ауыр нәрсе, субханалла. Сен өзің емес, уже біреуге қияметте жауап бересің ертең. Сен соның оқымаған намазын сен жауап бересің да. Өйткені сен тыйып жатсың. Ол мысалға 15 жаста балағатқа жетіп қалған. Сен ойлап жатсың, намаз 40-қа келіп оқу керек. Ондай заң жоқ шариғатта. 40-қа келгеннен кейін оқисың, 60-қа келгеннен кейін оқисың деген заң жоқ. Шариғатта намаз балиғатқа толғаннан бастап міндет болады. Балиғатқа толған ер де, әйел де балиғатқа толған намаз міндет болады. Болды. Енді ол бастаймын деп, балаң жүрегіне иман келіп істейін деп жатыр екен. Енді сен оны тыятын болсаң не болады? Күнәсі саған жазылады. Әлбетте, ақыл есі бар бала оған да жазылады ғой енді, бірақ та нормальный ата ана қарсы болмайды. Бірақ та балалардан да нәрсе бар, оны да айту керек. Намаз оқимын дейді дағыны, жаңағы мінез жаман болады. Жаман болуы мүмкін. Мен намаз оқып жатырмын деп, міндет қылуы мүмкін. Намаз оқып жатырмын деп көрпе төсегі шашылып жатуы мүмкін деген сияқты сондай нәрселер болуы мүмкін. Бұл да жаңағы бұндай намазын қоя салсай деп ата анасы кейде солай қарсы шығуы мүмкін. Осы нәрселер болуы мүмкін. Ата ене де сондай. Негізі жалпы намаз мәселесі келгенде бір-біріне көмектесу керек қой. Ата енесі келініне болсын, баласы келініне болсын көмектесу керек. Келіні де ата енесінің намаз оқуына сондайына көмектесу керек, сондай атсалысу керек бір-біріне. Өйткені ғибадат. Тура жаңағы тамаққа кейде әйелдер бір-біріне атсалысып жатады. Сен картошкасын аша бер, мен пияз турай беремін деген сияқты бір-бір. Сол сияқты намазда да бір-біріне жаңағы солай атсалысып. Өйткені ғибадат бұл. Тамақ пен сенің физикалық денең қуаттаса, намазбен рухың, ақыретің. Бұл да бір-біріне көмектесу керек. Сен дәретіңді алып намаз оқыдың, мен қазір не қыла берейін деген сияқты. Солай жасау керек. Кейін тағы жұмыс мәселесінде, жұмыс бұл сылтау болмайды, біріншіден. Екіншіден, бұл жерде де мән беру керек жігіттер. Жұмыс басты болып намаз оқып жүргендерге Алла разы болсын. Бірақ та мән беретін тағы бір нүктелері бар. Мысалға, сағат 1 мен 2-ның арасы обед. Мысалы. Сағат 1-ден 50 кеткенге дейін обед жет. Сөйтіп 1-ден 58 кеткенге дейін дәрет алады. Асықпай, жаңағы суларын бейт жаңағындай дәрет алады. 1-ден 58 кеткен кезде намаз бастайды. 2-де болу керек жұмыста. Жоқ. Не істеп жатыр? Намаз оқып жатыр. Деген сияқты. Ол жақ ондай мәселе де бар да. Сен әрекетіңді қыл, намазың бар. Сауап аласың. Негізі мынандай қағида бар. Ас-сауабу би-қадрил машаққа деген қағида бар. Сауап қиыншылықтың мөлшерінде болады дейді. Мысалы, басқалар жарты сағаттап отырып обедін ішіп жатыр ма? Сен 15-20 минут отырып тұрып кет та барып намазыңды оқып шық бәрін істеп үлгер. Сәл қиыншылық болып жатыр ма сенде? Мысалы, басқаға қарағанда аз отырып қаласың. Басқаға қарағанда аздау шай ішіп қойып отырсың мысалға. Оның сауабы беріледі. Өйткені жаңа қағида айттық. Сондай сауап беріледі. Сол нәрседе мән беру. Екі жақтан да. Енді бір қатты андай бастық болмаса, негізі мұсылмандармыз ғой негізі. Жалпы рұқсат беріледі. Обед бар деген сияқты, түскі уақыт бар деген сияқты. Ал жаңағы туған туыс ата-ана күйеуге қатысты жалпы дұға ету керек олар үшін де, түсіндірме. Дұға ету керек, түсіндірілу керек. Білместік болса айтылу керек. Бірақ негізі көркем мінезбен түсіндіріледі ғой негізі көп нәрсе. Көп нәрсе көркем, яғни уақыт керек кейін. Бірден болмайды. Көбісі бірден мен бастадым, демек бұлар да бастау керек. Немесе мен бастадым, бұлар маған
жагы колдоо керек мени. колдоп бирден жагы колпаштап кетүү керек. Ондай болмай калуу мүмкүн. Өмүрдө ар түрдүү ситуация болот. Колдомоо мүмкүн. Өгүз сабыр кылуу керек жана көркөм мүнөз көрсөтө берүү керек. Көркөм мүнөз көрсөтө берүү керек. Баары иншалла жакшы болот. Эмоцияга берилмөө. Акыл менен иштөө керек. Мгм. Жақсы. Енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, сол түсінік туралы айта кетіңізші. Мысалға, сіз балиғатқа толғаннан бастап парыз болады деп айттыңыз ғой. Мгм. Шын мәнісінде негізінде көп сондай көреміз, естиміз. Мысалға, оқуыңа түсіп ал, одан кейін бастайсың дейді. Оқуға түскесін жұмысыңа кіріп ал, одан кейін бастайсың дейді. Солай кете береді де жаңағыдай шын мәнісінде де. Сонымен көп арада қалып кетіп жатады намаздар. Осы турасында жалпылама біліңіз. Енді үлкен қателіктердің бірі бұл да мысалға шынымен де шариғат бойынша біздің ислам шариғаты бойынша балиғатқа толғаннан бастап ер болсын әйел болсын намаз міндет болады. Содан бері оқылмаған бүкіл намазға адам жауап береді негізінде. Мысалы біреу 15 жасында балиғатқа толды, 30 жасына келіп намаз бастады, 5 уақыт намаз толық кірісті. Енді ары қарай ар жағында 15 жыл не болады десе, егер ол жаңа туылғаннан өзім мұсылманмын деп есептеп солай болған болса, кәлима айтып, ол кезде ол демек не болады? 15 жылдық намазына жауап береді. 15 жылдық намазын оқу керек болады. Қазасын өтеу керек енді. Енді не істейміз? Қазасын өтейді. Сол үшін біз жаңа баста тақырып бар ғой, намазды оқып тастап кету деген. Осы жерде кішкене пайдасын береді ол ше. Тастап кетуге болады деген мағына емес бірақ. Мысалы ол 15 жасында балиғатқа толды да. Сөйтіп 24-25 жасында 2 жыл намаз оқыды. Кейін тастап кетті. Енді 30-ға келіп қайттан кірісті. Полный 5 уақытқа толық кірісті мысалға. Енді мысалы 2 жыл, 15 жыл қазасы бар дедік, дұрыс па? Енді 2 жылдап тастасаң не болады? 13 жыл. 13 жыл қазасы болады да оның. 13 жыл қазасын өтеу керек болады. 13 жыл қазасын. Енді біреулер айтуы мүмкін, өткен шақтың қазасын өтемей ақ қойса деп ше. Енді келді ғой намазға деп. Алла, бұл сен намаздан қашырып жатсың, ауырлатып жатсың деуі мүмкін. Қияметте кім жауап береді енді ол? Айтпаған біз жауап береміз ба? Әлде кім жауап береді енді? Мысалы мен өзім айтып жатырмын. Менен сұрағандарға айтамын мен. Енді ауырлатпаймын деген адам енді өзі жауап беруі мүмкін. Бірақ та қағидалар бойынша мұсылманмын деп есептесе, ол өзін балиғаттан бері, ол кезде ол не болады? 15 жыл немесе 12-13 жыл болса, мысалы соның қазасын өтеу керек болады. Бізде мынандай түсінік бар да, шын мәнінде негізінде бізде Қазақстанда кезінде мына уахабилік деген идеология қатты жүріп, соның әсері қатты тарап кетті негізі. Соның әсерлерінің бірі, мысалы уахабилік сенім бойынша ағым ғой енді ол да бір. Намаз оқымаған адам мұсылман емес. Намаз оқымаған адам мұсылман емес. Иә, кәпір деп есептелінеді. Намаз оқымай өліп кеткен адамға жаназа оқымайды, намаз оқымай өліп кеткен адамға Құран бағыштамайды. Яғни былайша айтқан кезде мұсылман емес деп есептелінеді. Олардың ойынша. Сол үшін де намаз оқып бастаған күннен бастап сен мұсылман болдың дейді. Мысалы 30 жасында намазға келді ма, сол кезде сен мұсылман болдың дейді. Сен 15 жыл мұсылман болмадың дейді. Сол үшін қаза жоқ дейді ол. Қаза намаз жоқ дейді. Біз айтамыз, ондай емес, біздің қағида бойынша. Біздің қағида бойынша иман, ла иляха илlalloh Мұхаммад расулаллах иман шарттары болса, болды, ол мұсылман. Жалқаулықпен нәпсіге беріліп намаз оқымаса, мұсылман болып қала береді, күнәһар болып. Бірақ жаңағы намаз жазыла береді. Міне сол үшін де бұған мән беру керекпіз. Намаздың қазалары өтелу керек қой, қысқасы. Енді біреулер тағы да айтуы мүмкін, сонша намазды қалай не істейміз деп, ауырлатып жібердің ғой деп деген сияқты бір нәрселерді айтуы мүмкін. Негізі қатты ауыр емес негізі. Мысалы, біз көреміз, жұмада болсын, басқада болсын, 5 уақыт намазда болсын, намазға келіп жүрген мешітке сондай намаз оқитындар кейде нәпіл намаз оқып жатады. Мысалы, мешітке кіреді, мешітке сәлем деген намазды оқиды. Немесе оны біреулер мешіт ақысы дейді. Деп атайды. Бірақ мешіт ақысы деген атаумен фиқх кітаптарында келмейді негізі. Сәлем намазы деп келеді. Жарайды, қандай болсын, атауы болсын, әйтеуір мешітке кіреді де 2 ракағат нәпіл оқиды, отырмай жатып. Бұны ханафилердің өзі, өзіміздің уахаби не емес, ханафилердің өзі істеп жатады, істейді. Бұл дұрыс, хадисте бар, басқа бар, дұрыс иә.
Бірақ мен ол кісілерге айтамын да, сіз былай жасаңыз. Мешітке кірген кезде мақруг уақыт болмаса әлбетте не істейсіз? 2 ракағат сәлем намазын немесе мешіт ақысы істейсіз ба? Жарайды, соны оқиын деп жатсыз. Сіз ол кезде сәлем намазы, мешітке сәлем немесе мешіт ақысы намаз деп ниет етпеңіз. Не деп ниет етіңіз? Қаза намаз деп ниет етіңіз. Мысалы, таң намазы, пәлен жылғы таң намазы. Ең соңғы қаза болған таң намазын өтемекке қазасын деп солай ниет етіңіз. Сөйтіп 2 ракағат оқысаңыз, сол кезде бұл осы ниетпен қылсаңыз не болады? Қазаңызды түсіреді баяғы. И мешітке сәлем болып та есептелініп келеді ішінде. Сәлем болу қажет жоқ. Иә, қазаңызды түсіреді бірінші. Екінші, мешітке сәлем болып есептелініп келеді. Мешітке сәлем намазы болып та есептелініп келеді, и қазаңызды түсіреді. Бірақ жалғыз ниет қаза болу керек. Бірақ ниет қаза болу керек. Қазаны өтеу ниеті болу керек. Керемет та бұл. Осындай сіз 5 күнде 5 рет мешітке кірсеңіз, уже 5 күндік таң намазды, мысалы 2 ракаттан оқып отырсаңыз, 5 күндік таң намазды оқып тастайсыз. Бұл бір ма? Екінші, кейбіреулер қадір түнде сұмдық нәпіл оқиды, нәпіл намаздар. Мешітке жиналып алып қадір түнде оқиды ғой енді. Таңға дейін жаңағы бір 50 ракағат оқу мүмкін біреу деген сияқты оқиды жаңағы. Сол кезде қаза оқыңыз. Ол кезде де қаза оқыңыз. Түсіндің ме? Сондай ғой енді, мысалы бір нәпіл тахажжуд оқиды біреулер. Тахажжудты де қаза оқыңыз. Енді мысалға тахажжуд намазы ол арнайы намаз емес па деп жатады ше. Бұның бәрі эмоциональ нәрсе. Дұрыс, арнайы сіз дұғаңыз қабыл болу, мысалы қаза намаз оқыдыңыз, дұға қылыңыз, қабыл болмай ма сонда? Сенікі тахажжуд емес деп дұғаң қабыл болмай? Жоқ, қабыл бола береді дұға. Бірақ ниет не болу керек? Қаза болу керек. Өйткені құтыла беру керек та одан. Осындай нәпілдердің бәрін қаза ниетін қыла берсе, әжептәуір құтылып тастайды негізінде. Ол бір қатты бір үлкен мәселе қылатын нәрсе емес негізі. Тез құтылып тастайды ол. Бір 3-4 жылда мүмкін құтылып тастауы мүмкін. Егер жақсылап, жаңағы нәпілдің бәрін, сүннат муаккадан басқа нәпілдің бәріне қаза ниет қыла беретін болса, болды. Негізі құтылып тастайды. Немесе күніге шамасы келгенше. Шамасы келгенше, иә. Бос уақыттарда оқып тұрса, мәселе жоқ, иншалла. Ниет еткен кезде осы жерде енді бір фе жерін айтып жіберейік. Ниет еткен кезде нақты намазға деп есіне түсіріп сөйту керек па әлде қалай? Жоқ, ол нақты намазға деген есінде болмайды оны. Сол үшін мен жаңа айттым ғой, ең соңғы қаза болған таң намазы. Қаза болғандардың ішінен ең соңғы деп кете береді. Мысалы, біреуін өтедің бе, кейінгісі ең соңғы болып қалады. Оны өтедің бе, одан кейінгісі ең соңғы болып қалады. Сөйтіп кете береді. Кейін 5-ге көшесің. Ең соңғы 5 намаз. 4-еу оқисың ол кезде бірақ. Осылай кете береді. Өстіп кете береді, болды. Есептеп жаңағыдай жүру керек. Есептеп, енді есептеп жүрсе жақсы, ол керемет. Иә. Жақсы. Енді жалпы ұстаз осы жерде біз намазға келе алмай жатқан, мүлде намаз оқымайтын кісілер жайында енді намазға келген адамдар туралы, сол турасында айтайық. Жалпылама бұл жерден бірнеше мәселе, өзіңіз бүйтіп анық қана түсіндіріп берсеңіз. Намаз оқуды кімнен үйренемін дейді, қайдан үйренемін дейді. Болмаса жалпылама жаңағыдай осы намазға келгеннен кейін сол жолда қалай бекем боламыз, намаз қалай тастап кетпейміз, қалай бекем боламыз. Осы туралы бір айта кетсеңіз де, бұл қандай жолдары бар, жалпылама қайдан үйренеміз намазды, сосын ол намазды қалай бекем боламыз деген сияқты. Енді маңызды білім ғой енді жалпылама, сол білімнің маңыздылығы туралы, оны қайдан аламыз, қалай аламыз деген. Жақсы сұрақ. Жалпы намазды онлайн емес, офлайн үйрену керек. Бірінші ең мен айтатыным. Субханалла. Негізінде біз енді коронавирустың алдыңғы уақытта да көрдік қой енді. Негізі коронавирустан кейін барлығы сол онлайнға жатып алды ғой негізі. Мысалы, біздер намазды телефонмен үйренбегенбіз ше. Кәдімгі барып, кәдімгі жүзбе жүз үйренгенбіз да. Сол үшін де көп сұрақ болмаған бізде ше. Қазір жастардың, намаз бастаған жастардың өте көбінде уәсуастар бар. Бір түсініксіз бірдеңелер бар ше, бірдеңелер айтады, түсініксіз бір нәрселер бар да оларда ше. Мен ойлаймын, осының бәрі тікелей үйренбегеннен деп ше. Яғни тіке адаммен емес, жаңағы онлайн интернеттен көп қой енді қазір. Мен саған бір намаз үйретемін де үйтем деген дәрістер нелер көп. Марафон дейді, бір бәле дейді жаңағы. Сондайлардан үйренгеннен деп ойлаймын бір ой. Негізінде тікелей мешіт имамына барып, немесе жаңағы осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Нұр Мүбарак университеті бар, және 9 медресе бар. Осы медреселерді бітірген жігіттер бар.
міне осылардан үйренсеңіз, туысқаныңыз бірдеңеңіз болып қалуы мүмкін, деп айтар едік. Міне солардан үйренсеңіз, живой, бірақ тікелей үйрену керек, тікелей ше, кәдімгі мынау бүйтсем қалай болады, бүйтсем қалай деп сұрап ше, кәдімгі осы жақсы ең жақсы осы болады. Енді намазға бекем бастағаннан кейін намазды бекем болу мәселесіне келетін болсақ, бірнеше нәрсе айтамыз намаз бекем ұстап қалу үшін. Намаз бастағаннан кейін тастамай ұстап қалу үшін бірнеше нәрсе айтамыз. Бірінші нәрсе білім алу керек. Яғни білім, уағыз екеуін қатар алу керек. Яғни тек уағыз тыңдап жүре беруге болмайды. Уағыз тыңдау керек, өйткені адам робот емес. Оған да эмоция керек, эмоционалды нәрсе керек адамға. Бірақ ілім де керек. Өйткені эмоция ол уағыз сізге бір уақытша күш береді. Қандай күш ол? Сізді білімге қарай итермелейді да. Кейін білімге кіріп кетіп, сол білімге қызығып тұрып қаласыз сол жерде. Міне соған дейін итеретін нәрсе уағыз болады. Білім деген нәрсе бұл енді үлкен бір араб тілін үйреніп терең шейх болып кетпесеңіз де аптасына бір рет, ең болмағанда аптасына бір рет мешітке барып, кәдімгі ұстазбен тікелей барып сабақ алу керек. Сабақ өтіп отқан ұстаздар болса мешітте, қалаңызда мысалға, тікелей барып солардан сабақ алу керек. Ең болмаған аптасына бір рет соны үзбеу керек. Осыны үзбесеңіз, Құдай қаласа, иншалла сіз намазды бекем боласыз. Осы үзіліп қалмаса, намаз бекем боласыз. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, енді намазға бекем боласыз. Бұл бір ма, екіншісі, намаз оқитын орта болу керек сізде. Достар болу керек. Яғни дұрыс класстастар басқалар, ол намаз оқымайтын бір сондай класстас бірдеңелер болуы мүмкін. Онымен мүлде қарым-қатынас үздемеймін. Бірақ та намаз оқитын орта болу керек сізде. Бөлек. Сол ортамен де қарым-қатынасты жақсы қылу керек. Бұл намазыңызға пайда. Сол үшін де намазға бекем болу үшін осы екі нәрсені, ортаны ауыстырса, көбірек уақытын осы жақта өткізсе, ең болмағанда намазға толық орнығып алу ағанға дейін хотя бы осы жақта намаз оқитындардың ортасында көбірек жүрсе, кейін жаңа бірінші айтқанымыз, жаңа ілім аптасына бір рет, әйтеуір ең болмағанда, бұл ең болмағанда көп болса бола береді. Ең болмағанда бір рет аптасына, бірақ айына емес, барып отырса, иншалла намазына бекем болады. Осы екі нәрсені айтқымыз келеді. Бұл болмаса, жай ғана уағыз, эмоциональный уағыздар, бұлар ұзаққа бармайсыз. Өйткені бір қатты өмір деген жалпы Алланың сынағы бар, басқа бар. Қатты соққы келген кезде сынып қаласыз. Намазды қақтағанын білмей қаласыз қоластанда. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, бір сұраққа жауап берсең, оны басқаша түсініп қалады деп темекіні мысал келтірдіңіз. Иә. Дәл сол секілді осы жерде өзіңіз нақтылап айта кетсеңіз, жаңа онлайнға қатысты адамдар деп түсініп қалуы мүмкін да, жаңағы онлайн дұрыс емес екен деп, онлайн да қойып мешітке де бармай деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Онлайн мысалы үйретіп беру мүмкін, қаңқасын үйретіп беру мүмкін. Бірақ ұстаз шәкірт деген рухани байланыс болмайды. Міне осы нәрсені айтқым келіп жатыр. Ұстаз шәкірт деген мына көз көріп жүретін адамнан үйренсең жақсы да. Көрген кезде намазға сәл немқұрайлы болып бүйтіп жүрсең, соны бір жерде жолықтырып қалсаң, опа, осыдан намаз үйренген едім қой, намазым деп бетег жинап аласың да. Өмірің мүлде жолықпайтын онлайн, офлайнда біреуден үйренсең, қақта онымен анау ал күнде бүйтіп аптасына бір, айына бір көріп қалатын біреуден үйренсең жақсы да. Ол да сенен сұрап тұрады, не болды, жотам, намаз қалай болады деп сұрап тұрады. Осы жағынан ғой енді айтқым келгені. Негізінде ақиқатына келген кезде, жалпы осы коронавируста онлайнға жатып алды бәрі. Содан кейін мешітке сабаққа келу деген адамдар да азайып кеткен. Оны ашық айту керек. Барлығы үйінде жатып алып, жаңағы тыңдап, немесе бір ұстаз келеді екен десе, мешітте сабақ өтіп жатыр екен десе, бармайды. Бірақ кафеде болады екен десе, барады да. Кафеде. Кафеде. Тура сол уағыз. Немесе тура ол болмауы да мүмкін. Жүйесі уағыз болуы мүмкін да. Мысалға, айына бір рет бір ұстаз келеді, кейінгі тағы басқа ұстаз келеді. Жүйесі ғой. Мына ұстаз келіп басқа нәрсе айтуы мүмкін. Мына ұстаз мүлде басқа тақырып айтуы мүмкін. Уағыз шайлар деген сияқты. Уағыздар, сондайлар, тамақ, астар. Бұны жаман демеймін. Бастапқыда жақсы. Бірақ та сонымен жүре бермеу керек та. Мешітке сабаққа келу керек. Мешіттер ашық келу керек.
Бізде жамағат былайша айтқан кезде уже кафеге өтіп кеткен негізі. Мешітке қайтпай жатыр. Мгм. Мешіттің берекеті бар. Соны ұмытпау керек. Иә. А, жалпы жаңа сіз уәсуас деген тақырыпты айтып қалдыңыз да. Мгм. Бұл енді біліммен осы тақырыппен тікелей тығыз байланысты ғой. Көбінесе жалпы намаз оқушылардың қателіктері жайында айтсақ та, мысалға әртүрлі адамдар күмәндарға түсіп жатады, иә, мысалға жаңағыдай Иә, шариғат көп дәретте күмәнданады, көп иә. иә, сондайлардың ең жиі кездесетіндерін енді айта кетсек, дәрет мәселесінде жаңағыдай Мгм. болмаса дәретті ұзақ қалады деген сияқты болып кетеді. Болмаса бұл жалпылама адамдардың қателіктері ғой енді. Немесе намазға сондай мен естігенім бар да, оқып қалғаным бар. Яғни кей кісілер намазға кіре алмай тұрады екен. Жаңағы тәкбір айтқан кезде 5-6 рет қайталап айтып қайтадан намазға кіріп солай біраз тұрып соңында бірақ кіреді екен да жаңағы намазға. Сондай ұзақ тұрып ұзақ оқып қалу намазын. Немесе намазын қайта оқи беру деген сияқты. Намаз бұзылып кетті деп қайтадан бастап деген сияқты. Осындай нәрселер көп болады. Жалпы бұл нәрсе қалай өзі? Немесе соқыр тақуалық деп айтып жатады жаңағыдай. Яки білместік деп. Иә, бұл енді бұл тура осы жаңағы тақырыпқа қайтады бұл да. Егер біліммен бірге жүретін болса, намаз бұндай болмайды. Мгм. Енді дәретке қатысты айтатын болсақ, дәретте адамдар көп күмәнданып жатады. Бұдан сақтану керек ше. Сунан Термизиде келетін хадис бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, уәлахан деген жынның уәсуасынан сақтаныңдар дейді. Содан сақтаныңдар дейді. Мгм. Оның уәсуасы не десе, ғалымдар сол жаңағы тахаратқа байланысты уәсуас дейді. Дәреттегі. Дәреттегі уәсуас дейді. Су тиді ма, тимей қалды ма, мына жерім қалып кетті ма деп күмәндана беру. Енді ол бірандай бір психолог бір қорқыныш салайын деп жатқан жоқпын. Бірақ та біз бұл енді бұның сол жаңағыдай жындарға қатысты тақырыпты талқылаған кісілер айта жатар. Бұл жаңағы сыбырлау ғой. Құлағына сыбырлап жаңағыдай ой сала беру. Мгм. Ой мазалай беру. Осы. Оны сені сол жын билеп алады деген, басқарып алады деген әңгіме емес. Мгм. Сондай ой сала беріп, азғыра беру қайта. Міне сондықтан да осыдан Құдайдан пана сұрап, ілім алу керек. Осы негізінде оның бір арнайы бір мектебі жоқ, немесе арнайы бір мынаны айтсаң, жаңа кинодағындай фук кетіп бірдеңе бүйтіп болып кетеді деген нәрсе жоқ. Өзінің рухани күштілігіне, мығымдығына қатысты болады. Болды, тиді, мен бұдан сақтануым керек деп өзін тоқтата білу керек. Өйткені бұл өте қатты ауру. Мысалы кейбір кісілер болған, сағаттап тіпті намаздың уақыты шығып кететіндей деңгейде дәрет алып отыра беретін кісілер болған. Құдай сақтасын, сондай күмәнға түсіп кеткен. Қолын жуады, бірақ жумаған сияқты қайтадан жуады. Қолын жуып, бетін жуып болады, қолын жуады, беті жумаған сияқты, қайтадан бетін жуады. Бетін қайтадан жуған кезде қолын қайтып жумаған сияқты болды. Қайтадан қолын жуады. Отыра береді өйстіп. 2, 3, 4 сағаттап отырған адамдар да болған. Осындай асқынып кетпей жатып өзіңіз тоқтатыңыз. Осындай асқынып кетпей жатып өзіңіз тоқтатып үлгеру керексіз. Субханалла. Енді әртүрлі жолы бар оны тоқтатудың. Бірінші жолы, кейбір жолдары мысалға қасына біреуді қойып қою керек дейді. Оған айтып отырады. Сен қолың жудың, сен бетің жудың, сен аяғың жудың, сен басың айтып отыру керек дейді. Енді ондай жанашыр адамы болса ғой енді. Ондай жанашыр адам болмаса енді кейбіреулер қазір телефон бар дейді, видео қойып қоясың дейді. Видеодан көресің дейді, қолың жуғасын, иә, кетесің дейді да. Субханалла. Осындай нәрселер жасап, ертерек емделіп, өзіңіз бойыңызға қуат жинап, Аллаға тәуекел ету керек. Енді тәкбірге байланысты имам Ғазали де бұны айтады. Кейбіреулер осы тәкбірге қатысты тұрып алады дейді ше. Кейде жаңағы бір ракағат өтіп кетеді дейді. Бұл дейді жаңағы дінде шектен шығу дейді ше. Тааммуқ дейді. Яғни дінді ауырлату дейді. Бір, екіншіден дейді, бұда не бар дейді, бір ішінде қандай ауру бар десе, мен басқалардан мықтырақ жасауым керек, и солай жасаймын деген ой бар дейді. Ел қатар Аллаху акбар деп кіре салмайды да. Аллах акбар. Ровно қылып жаңағындай елдер сияқты Аллаху акбар деп кіресе қарапайым. Жоқ,
мен басқаша ровно бәрін нүктесін үтіріне дейін ровно махраждың мына жерін әріптің точно шығаруым керек деп қатты кетіп қалады дейді. Дұрыс, Аллаху акбар деп дұрыс шығару керек. Одан мен таласпаймын, мысалға қате шығар демеймін, қате айт демеймін тәкбірді, дұрыс айт. Бірақ та елден ерекшеленіп өйтіп не қылудың қажеті жоқ ше. Бұл жерде де жаңағындай ауру асқынып кетпей жатып өзін ұстап жинау керек. Ұстазбен ақылдасу керек, айналасында ұстаздар болса, солармен ақылдасып жасау керек. Намаздағы сүрелерде де солай ғой. Жаңағыдай бұзылып қалды, қате бір әріп шықпай қалды деген. Айтып бұның бәрі білімге қайтады. Бұзылатын жері бар, бұзылмайтын жері бар. Намаз жаңағы фахиш, яғни қатты мағынаны өзгертіп жіберетіні бар, өзгертпейтіні бар. И қырағаттар бар. Мысалы, сіз оқыған басқа қырағатта бар шығар мүмкін. 10 қырағат бар мысалы. 10 қырағаттың бәрімен намаз оқу жайыз. Мысалы, сіз қате деп жатқан ол басқа қырағатта бар шығар ол. Ондай да болады. Мысалға, кейбір қырағаттарда фатқа болса, кейбір қырағаттарда касра болады. Немесе кейбір қырағаттарда дамма болса, кейбір қырағаттарда фатқа болады деген сияқты. Ол ұстазбен шешілетін нәрсе да. Ол сол үшін білім керек деп жатқан сол. Жалпы соқыр тақуалық. Негізі күмәннің емі білім. Негізі қандай күмән? Дәрет па, намаз ба, қандай күмән? Емі білім. Тіпті ақидада да сондай. Ақидада да күмәнді де емі білім. Үйрену керек, оқу керек. Жауабын іздеу керек. Жауабын іздену керек. Соқыр тақуалық деп айттыңыз, дінде шектен шығу деп айттыңыз. Енді өзіңіз, енді мен білмеймін, жаңағы ұстаз ретінде көп тағы да бір мысалдар келтірсеңіз, осы немесе адам өз-өзіне зиян беру мәселесі де бар екен. Мысалы, қыстың күні кәдімгі сөйтіп сұрақ қойып жатады да, жаңағыдай қысты күні аяғым қайтып жуамын дәретке деген сияқты әртүрлі мәселелер айтылады да мысалға. Немесе керісінше дінде қатты жаңа сіз айтқандай ауырлатып жібереді екен. Осыған қатысты. Енді ол жаңағы дәрет мәселесі болатын болса, егер аяқ жууға қатты не қылатын болса, ыңғайсыз бір жұмыс болатын болса, басқа болатын болса, уақыт алатын болса, мәс киіп алған дұрыс. Яғни ол аяқ жуу сол дұрысырақ, мен соны жасаймын деп мүлде өзіңді шаршатып қою, немесе кейбіреулер өзіне мынандай не болады ше, көп зікірлер алады. Таңертең 500 рет, 1000 рет мынаны айтам, мынаны 500 айтам деп өзіне бүйтіп жүктеп алады. Көтере алмайтын нәрсені жүктеп алады. Сөйтті шаршайды ол жарықтық. Сөйтіп парыз намаздарға уже күш қалмайды. Уже парыз намаздарға уже жалқауланып бастайды. Сондықтан да бұған қатты кетпеу керек. Бәрі жай болады. Өзің деңгейіңді білу керек. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір амалдың үздіксіз болғаны хайырлы дейді. Мейлі ол аз болса да дейді. Мейлі ол аз болса да. Сондықтан азға қанағат ете білу керек. Бірден болғысы келеді бізде барлығында. Бірден әулие болып, бірден азға қанағат етіп, жаймен бастау керек. Өзіне зиян беруде де солай, мәсі киіп ауырмай барынша. Мәсі киіп егер ауырып қалатын болса, кейін тағы да мәселелер, истинжа мәселесі болсын, кейбіреулер асты жағын жуам деп, кіші дәретке не қылам деп ауырып, сөйтіп менің намазым осы ауруға себепші болды деп жатады. Сен намазың емес, сенің оқымағаның себеп болды. Ілім алмағаның, білімсіздігің себеп болды. Сен қалың 40 градус, минус 40 градуста астың жуып, аяғың жу деп. Шариғат оның бәрін қарастырған ше. Мысалға, мәсі деген нәрсе бар, біріншіден. Екіншіден, таяммум деген нәрселер бар. Фиқта келеді, оны біз несін не қыламыз? Фиқта келеді. Мысалға, адам ауырып қалатындай, немесе адам өзіне зиян болатындай, сондай қатты суық болса, мына су бар болса да, дәретке жететін су бар болса да, таяммум алатын кездер болады. Мысалы, оны білмейді ол. Мысалға, субханалла. Кейін намазға кедергі болатын нәжістің деңгейі болады. Намазға кедергі болмайтын нәжістің деңгейі болады. Оның бәрін оның бәрін білу керек. Оны білмегеннен кейін білімсіздіктің кесірінен жаңағы простатит болып басқа ауруларға шалдығып жатады. Кейін осы намаздан көріп жатады. Намаздан көрме айналайын. Шариғаттан көрме. Сен өзің бармағасын, өзің білгеніңді істегесін. Сұрақтар қоймағасын, сұрамағасын, бармағасын. Білгеніңді істегесін. Содан кейін осындай болған. Өйткені шариғатта жол көп нәрселерге негізінде. Жалпы адам адамды қинамайды ғой негізі шариғат. Жолдар көп негізі. Жаңағыдай ең болмағанда дәрістерді ең болмағанда аптасына 1 рет,
немесе онлайнда дәрістер көп па Онлайн дәріс көп, иә бірақ офлайн артық, абзал. мхм. Бәрібір. яғни шариғатта ондай мынандай суықта мына істе аяғың жуынбай деген Оның бәрі жағдайға байланысты қарастырылған мәселелер Иә. бар. қорытынды бөлім дейміз ба қалай дейміз Ә, намазға адам келгеннен кейін оның бекемдігі қалай сол жолда тұру туралы айттық иә енді намазын оқып жүр мысалға басқа да өзінің достары болуы мүмкін туыстары болуы мүмкін әрқалай да мысалға Мхм. сондай кезде намазын бастаймын деп мысалға бір намазхан жігіт бар да оның қасында досы бар намазын бастаймын дейді сол кезде қателікпен айтып қоюы мүмкін да дайын болмасаң бастамай ақ қой деген сияқты мысалы қалай жалпы қолдау жасау керек ондай кісілерге бұл енді намазхандарға өзіңіздің кеңесіңіз ғой жалпы Иә, намаз оқып жүрген адам басқа біреуге насихат айтуы ма? иә сол мәселе Намаз оқы деп насихат айтса болады. Мм, Бірақ өзінше жаңағы дайын болмасаң бастамай ақ қой, үйтпей ақ қой, бүйтпей ақ қой деген әңгімен айтпау керек. Мм. Неге? Намаз оқысаң оқы деп айту керек, ол дұрыс. Намаз оқы деп. Бірақ дайын болмасаң бастамай ақ қой деген сияқты айтпау керек. Неге? Өйткені саған қиын болған, оған жеңіл болуы мүмкін. мм, Айналайын. Саған қиын болған болуы мүмкін да. Bir тастап кетейін деп сөйтіп бастап кет, немесе бір тастап барып қайтты жалғастырып кеткен болуы мүмкін. А оған ондай болмайтын шығар. Намаз керемет бір жеңілдік оған болатын шығар. Жүрегі рахаттанып, сондай бір көкірегі ашылып кететін шығар мүмкін. Сол үшін де өзің басың өткен тура сен сондай болады деп ойлама да. Тәуекел баста де. Сондай насихат айтсаң болады. Бірақ та кейбір намазхандар енді өзін ұстаз сезініп кетеді ше. мм. Өзін бір үлкен бір ұстаз сезініп кетіп. Бәрі өйткені намаз оқымайтын адамдар бізде сондай. Жамағатта кейде сұрап жатады да. Ұстаз дейді, маған дейді, осындай сұрақ қойды, мен оған бүйтіп жауап беріп жібердім дейді. Осы дұрыс па дейді. Жауап беріп қойған уже. Неғып сенен сұрап жүр десем, ол айтады, енді мен намаз оқығаннан кейін білесің ғой деп сұрайды дейді. Намаз оқығанның бәрі біле бермейді, біріншіден. Екіншіден, намаз оқыдым деп бәріне жауап бере беруге де болмайды. Сондықтан бұл шариғат оңай нәрсе емес. Сахабалардың өзі бір сұрақ келген кезде пәленшеден сұра деп айтқан. Ол пәленшеден сұра деп айтқан. Пәленшеден бір-бірінен сұрап, ақырында бірінші адамға қайтып келетін болған сұрақ айналып. Ешқайсысы бәрібір қорыққан жауапкершілігінен. Сондықтан деп айтып жіберсе болмайды. Мысалы ертең қияметте дайын болмасаң бастамай ақ қой деген адам ертең қияметте келіп тұрса не болады? Сен себепші бол. Сол кезде бастап кетуің керек еді. Сен мені құртқан деп келіп тұрса не болады? Сен өзіңе жауап бере алмай айтқан кезде біреудің жүгін қайтып көтересің. Сондықтан керек емес. Немесе кейбіреулер бүйтіп айтады екен да. Намаз оқуды үйренбей дегенше әдейілеп. Неге үйренбей жүрсің десең, намаз оқуды ертең қияметте барған кезде намаз оқуды білмедім деп айтамын дейді. Намаз оқуды үйренсем, кейін сұрақ ауыр болады дейді. Міндет болып қалады, сұрақ ауыр болады дейді. Бұндай да бір логикалар бар екен, сондай бір түсініктер бар екен деп айтайықшы. Бұл да өте қате пікір бұл. Өйткені бізде шариғатта мына нәрсені түсіну керек та. Аллах тағала қияметтегі есепті өзінің сол шариғатының шеңбері бойынша алады. Мысалы айтамыз ғой біз, қалай түсіндірсем екен. Мысалы бүгін күрес бойынша болады. Енді ол жерде бокс жасауға болмайды да. Күрестің қағидасы жүреді. Балдар соған қарай беріледі деген сияқты. Дәл сол сияқты шариғаттың заңдарына сай бола ма, болмай ма, соған қарай есеп болады қияметте. Енді шариғатта бір жерде мешіт бар ма, ұстаз бар ма, намаз үйрете алатын, намаз үйрететін имам, ұстаз, мешіттер бар ма, болды. Ол кезде намазды үйренбей қалдым деп сылтау айта алмайсың. Бәрібір бір. Бәрібір, яғни күнәсі жеңіл емес. Намаз оқымау жүрмен, намазды не үшін оқымай жүрді? Не үшін намаз үйренмейсің десе, үйренсем күнәсі ауыр болады. Ондай емес. Сен үйренбегеніңе де күнә аласың. Намаз оқымағаныңа да күнә аласың. Үйрену керек едің. Неге? Өйткені мешіттің бәрі ашық. Бізде дінді үйретуге мүмкіндік бар ма? Болды, бәрі діннен сұралады. Намазды үйретуге адамдар бар ма? Болды, бәрі діннен сұралады. Намаздан сұралады мысалға. Намазға қатысты тақырып айтып жатырмық қой енді.
намазды үйрете алатын адамдар бар ма қалада, мысалы, немесе районда, немесе ауылда, болды. аймақта, иә. Сол аймақта болды. Ол адамдардың бәріне намаздан сұралады. Мгм. Оны сен фатиханы жаттама, болды, сұра аласың. Ықылас сүресін жаттама, болды, сұра аласың. Өйткені саған үйрететін адам бар. Мгм. Оны білмей, жаттамай қалып құтылып кетемін деген нәрсе жоқ ондай. Біреулердің басы солай істейді екен қатты. Осыған қарама қарсы жағдайда болуы мүмкін екен да. Қандай? Мысалы намаз қылған жігіттер керісінше уағыз айтамын деп қатты жаңағыдай айтып тастайды ше, мысалға сендер намаз оқымайсыңдар бірдеңе деген сияқты. Енді ол да қатты әркім өзінің орнын білу керек. Мгм. Бізде керемет сөз бар ғұламалардың арасында. Рахималлаху имраан арафа хаддаху вақафа индаху дейді. Өзінің шекарасын біліп, сол жерде тоқтай алған адамды Алла мейіріміне бөлесі дейді. Мгм. Аудармасы. Сондықтан біз өзіміздің шекарамызды тоқтау керек. Біреуге намаз оқысаң сауап болады, жақсы болады деп дінге намазға шақырсаң, бұл жақсы. Бірақ та оқымасаң, сенің бәрің күнәһарсың, бәрің жүрген біреусің, андай өзің бір періште болып кеткендей жаңағыдай. Олай қылуға болмайды. Мгм. Осы намазға шақыру дағуат дейміз ғой былайша айтқан кезде, намазға шақыру барысында мынандай адамдар айтып жатады да, сен өзі намаз оқиды да, жаңағыдай намазға келіп жүрген кісіге, болмаса намаз туралы білмейтін кісіге, намаз оқысаң жолың ашылады дейді, болмаса намаз оқысаң проблемаң шешіледі, кәсібің жүріп кетеді деген сияқты. Солай бір енді шақырудың жолдары ғой, енді уағыздың сондай түрі ғой. Иә, бұнда бұл мәселелер жалпы енді бұл жайында көп ұстаздар да айтып жүр ғой негізінде, бірақ та просто Құдайдың парыз еткен нәрсесі деп оқысай десең, көп иманы әлсіз ғой адамдардың. Иманы әлсіз, намазға келмеуі мүмкін. Сол үшін осындай бір әдістер қолдану мүмкін. Бірақ та кейбіреулер айтып жатады, мен намаз бастап оқыдым, бірақ та жүрегім тынышталмады деп жатады. Жолым ашылмады деп жатады. Иә. Кейін осындай бір, өйткені баста дұрыс бастамаған да. Бастаған кезде ниеті дұрыс болмаған. Ниет негізінде Құдай міндет қылды, Құдайдың разылығын табам деп болу керек. Яғни өзіме міндет нәрсені істеймін деп бастау керек. Яғни осы арқылы бір фукет пайда келеді деп емес ше. Субханалла. Біз өзіме міндет нәрсені істеймін болды деп солай бастау керек ше. Осы ниет болса, өзі намаздан бір рухани бір жүрекке тыныштық ала алады. Енді осындай екі нәрсе керек та, бізде екі нәрсе керек. Біріншісі ниетті дұрыстау керек. Намаз бастайтын кезде Құдай маған міндет қылған, сол міндетімді орындап жатырмын деп бастау керек. Иә. Екіншісі, осы ниетте бекем тұру үшін сабақтарға бару керек. Яғни намаз оқығаннан кейін де жүрегім тынышталмады, бір сондай болмады деген нәрсе, бұл да себеп та. Яғни тек қана намазбен шектеліп қалып жүре береді да өзі. Бұрынғы күнәсін істей береді, бұрынғы балдармен араласа береді, бұрынғы орта, жаңа арақ, шарап, анау мынау орта, сол ортада жүре береді, бірақ намазын да оқып қояды деген сияқты. Бұл негізінде опасный, өте ұзаққа бармайды бұл ше. Жаңа мәселе да, қатар алып жүру керек. Ниет дұрыстап бастадың ба, енді жаңа бекем болу деген айттық қой, екі нәрсе айттық қой бекем болуға қатысты. Ілім керек и дұрыс намаз орта керек деп. Міне осы нәрселер, оған сол этапқа өту керек. Ниетті дұрыстап бастап, кейін жаңағы намазға бекем болу жайында айтқан этапқа өтіп кету керек. Сол кезде ғана бұл намазының бір рахатын, рухани жүрек тыныштығын сол кезде табады. Сол кезде табады. Ал просто бастады, бірақ баяғынша болса, ол кезде қиындау енді. Жаңағыдай намазға шақыратын кісілер де негізі олай айта бермеу дұрыс па сонда? Олай айта бергенде немесе осылай сіз секілді түсіндіру керек па қосымша түсіндірген дұрыс, иә. Жолың ашылады, бірақ сонда әрекет керек деген Иә, ең болмағанда Құдайдың разылығын табасын деп айту керек та. Жолдың ашылмай қалған күннің өзінде. Иә. Енді ұстаз, бүгін енді көп мәселені талқыладық. Сізге Алла разы болсын. Әмин. Баршамызға Алла разы болсын. Құрметті көрермен, сіз де өзіңіздің сұрақтарыңыздың жауаптарын алдыңыздар деген үміттемін. Жалпылама әдеттегідей айтарымыз, Рисала YouTube арнамызға тіркеліп қойыңыз. Сондай-ақ ұстазымыздың Инстаграмдағы басқа да әлеуметтік желілердегі парақшаларын төменде описание бөлімінде қалдыратын боламыз. Сондай-ақ ең маңыздысы,
комментарийға төмендегі пікір бөліміне өзіңіздің пікірлеріңізді және де келесі подкасттарда жауабын естігіңіз келетін сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Бәлкім сіздің сұрағыңызды біз келесі подкастта талдайтын боламыз. Ал осымен бізде тәмам. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.